Жақында презентация өткен болатын. Сол презентацияда алған әсермен бөліссеңіз. Алматы мен Астанада ма? Иә. Керемет болды, өте күшті болды. Мен осындай клипқа да, концертке де бірінші рет қатысып көрдім. Сол адам өте көп болды, прям бәрі 91 деп айқайлап. Мне кажется, бәрі шынымен таң қалып қалды. Қаншама адам олар, қаншама жанкүйер барын. Өте күшті болды, өте керемет атмосфера, барлығы ұнады. Балалардың өздері өте қуанып, соншама адам жиналғанына. Бірақ кішкене өлең арасында уақыт аз болған, оларды суматоха болды, кішкене киіндіріп, кішкене балалар мүмкін содан кішкене қобалжыған шығар. Уже шыққаннан кейін бірден тез киіндіріп, екіншісін, үшіншісін шығарып. Бірақ та күшті болды, өте қатты ұнады. Астанада да өте қатты ұнады. Там фанаттары кішкене эмоционалды, біздің фанаттарға қарағанда. Олар жылап, мен оларға қарап жылағым келіп. Қайтадан дейін клипі болғанда барлығы өлең айтып. Ең күштісі қайырлы түнде қызды шығарды ғой. Мен өзім білмедім солай болатын. И мы такие, боже, как это мило деп сол қарап отырдық. Өте күшті болды. Астанада да адамдар өте көп болды. Ну и, конечно, выступление өте жақсы болды. 10 өлең айтқаны күшті. 5 өлең орнына әр бала өзінің талантын көрсетті. Сонысы өте қызық болды өзіме де.